Оқиға Жапон әуежайына енді ғана қонған ұшақты бір топ қарақшылар басып алған сәттен басталады. Ұшақтың сыртында арнайы жасақ оларды тұтқындауға дайындалып жатыр. Бұл уақытта жоғары лауазымды тұлғалар үрей мен жағдайды бақылап отыр. Ұшақтың ішінде барлық жолаушылар қорқып отыр. Тек Янкуми есімді әйел ғана жаңадан ұйқыдан оянған. Оның жанындағы адам үндемеуін өтінеді. Бірақ Янкуми дауыстап сөйлей бастайды. Және бұл қарақшылардың назарын аударады. Олардың бірі оған тапанша кезеніп, қорқытпақ болады. Бірақ Янкуми саспайды. Керісінше оларды сөгіп тастайды. Сосын ол қарақшылармен сөзге келіп қалады. Сол сәтте ұшақтың ішінде оқ атылған дыбыстар естіледі. Осыдан кейін полиция шабуыл жасауға дайындалып, ұшақтың шыға берісіне келеді. Алайда бәрі таңқалған күйде қалады. Себебі қарақшылардың барлығы Янкуми тарапынан әлдеқашан жеңілген болып шығады. Бұл ерлік сәті тікелей эфирде көрсетіліп, Янкумиді әп-сәтте танымал тұлғаға айналдырады. Үйіне оралғанда Янкумидің отбасы оны мақтанышпен құттықтайды. Белгілі болғандай, Янкуми қарапайым әйел емес, ол қуатты якудза отбасынан шыққан. Атанасы ерте қайтыс болған соң, ол атасынан кейінгі 4-ші ұрпақ мұрагері атанған. Сонымен қатар, Янкуми соңғы 7 жыл бойы Аккато орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп келеді. Алайда ол өзінің шыққан тегін оқушыларынан да, әріптестерінен де жасырады. Келесі күні мектепке келген Янкуми әріптестерінің ұшақтағы жағдай туралы айтып жатқанын байқайды. Кенеттен мектеп директоры келіп, әңгімені тоқтатады. Ол Янкумиді бөлек шақырып алып, болашақта мұндай үлкен жаңалықтарға ілініп қалмауын ескертеді. Өйткені бұл оның шын болмысын ашып қоюы мүмкін. Янкуми кешірім сұрап, бұдан бұлай болмайтынына уәде береді. Алайда сол сәтте олардың әңгімесін жаңадан келген жас мұғалім Одагири бұзады. Ол Янкумидің бұрынғы оқушысы болып шығады. Және Янкуми оған қатты қуанып оқушыларының өз жолын қуып, мұғалім болғанын мақтаныш тұтады. Бірақ Одагири мұның жай ғана сынақ екенін, әзірге нақты мұғалім болуға ниеті жоқ екенін айтқанда, Янкуми ренжіп қалады. Кейін ол Одагириді сыныпқа апарып, оқушыларға таныстырады. Алайда оқушылар Янкумиге құрмет көрсетпей, оның еңбегін елемей қояды. Янкуми оларды далаға Одагири туралы көбірек білуге шақырады. Бірақ бірде бір оқушы келмейді. Және бұл жағдай оны қатты мұңайтады. Осы уақытта мектеп шатырына 5 оқушы жиналады. Олардың көшбасшысы Рата есімді жігіт. Олар Одагиридің неге қайта мұғалім болып келгенін талқылайды. Себебі ол бұрын өте қиын оқушы болған. Келесі көріністе Янкумидің бұрынғы оқушылары кафеде жиналып, оның қасындағы жігітті көргендерін әңгімелейді. Олар Янкумидің жігіт таба алатынына сенбейді. Сол уақытта Янкуми мен Одагири түскі асқа келеді. Янкуми Одагириді жаңа мұғалім ретінде таныстырады. Бұны естіген бұрынғы оқушылары жағдайды қате түсініп қалғанын байқайды. Және Янкуми ондай келбетті жігітті өзіне қарата алмайтынын айтып әзілдейді. Янкуми бұл сөздерге ренжіп, оларды сөге бастайды. Бірақ Одагири оны тоқтатады. Кейін бәрі бірге отырып тамақтанады. Мектеп бітіргеннен кейін алғаш рет осылай жиналып отыр. Ас үстінде олар мектеп бітіргеннен кейінгі өмірлері туралы бөліседі. Кейін оқушылардың бірі бастапқыда Янкуми мұғалім бола алмайды деп ойлағандарын, бірақ оның әлі күнге дейін мұғалім болып жүргеніне таң қалғандарын айтады. Бұны естіген Янкуми толқып, көзіне жас алады, ал оқушылары одан кешірім сұрап, жұбатады. Осы уақытта Ратаның достары көшеде серуендеп жүреді. Кенеттен оларды бір мотоциклді топ қорқытып, ақша талап етеді. Бұл көріністі көрген Рата араласып, достарына тиісуді, доғаруды талап етеді. Осыдан кейін олар төбелесіп қалады. Бірақ Рата оларды жеңіп, қуып жібереді. Кешке Янкуми Одагириді үйіне кешкі асқа шақырады. Ол оны отбасымен таныстырып, оқушылармен бірге ішіп, сөйлесуді армандағанын айтады. Біраз уақыттан кейін Янкуми шамадан тыс ішіп, мас болып қалады. Осы кезде Одагири оның атасымен сөйлеседі. Ол мұғалім болуына себепкер Янкуми екенін айтады. Сондай-ақ кейде Янкуми жүйкесіне тисе де, ол оған өмірлік сабақ бергенін және мектеп кезінде еңбек етуге шабыттандырғанын жеткізеді. Келесі күні мектепке бара жатқанда, Янкуми бұрынғы 2 оқушысын кездестіреді. Олар кезінде өте қиын мінезді болған. Бірақ қазір олардың өмірі өзгеріп, жақсы жолға түскенін біледі. Алайда сол сәтте жанында бір адам сөйлеп жатқанын байқайды. Жақындап барғанда, ол адамның бұрынғы сүйіктісіне қатты ұқсайтынын көреді. Бұл адам Куросе Кентаро болып шығады. Жапониядағы ең ірі IT компаниясының иесі. Қазір ол өз ықпалын кеңейту мақсатында губернаторлыққа үміткер болып отыр. Янкуми оны бір көргеннен ұнатып, оның сайлауалды науқанын толықтай қолдайтынын мәлімдейді. Келесі көріністе оқиға қайтадан қатты орта мектебіне ауысады. Мұнда кенеттен мотоцикл мінген топ пайда болады. Олар атышулы, қара бас деп аталатын банданың мүшелері болып шығады. Және олар Ратадан кек алу үшін қайта келген. Тіпті мұғалімдердің өзі олардан қорқады. Сондықтан мектеп директоры бірден полицияға хабарласады. Полицияның сиренасы жақындап келе жатқанын естігеннен кейін, Қарабас тобы әзірге шегініп, бірақ Ратадан кек қайтару үшін қайта оралатынын айтып кетіп қалады. Осыдан кейін директор Рата мен оның достарын кеңсесіне шақырып, мектепте бүлік шығарғандары үшін ұрсады. Ол олардан түсініктеме талап етеді. Бірақ жігіттер
мотоциклшілер алғаш болып ақша талап етіп, жан-жал бастағанын айтады. Директор олардың сөзіне сенбейді. Бірақ сол сәтте Ян Куми кіріп келіп, олардың шын айтып тұрғанын мәлімдейді. Өйткені ол олардың өтірік айтып жатқандарын бірден байқай алатынын айтады. Оны естіген директор бұл жолы кешіреді. Бірақ егер бұдан былай оның оқушылары тағы да тәртіпсіздік жасаса, Ян Куми бірден жұмыстан қуылатынын ескертеді. Кейін сыныпта Рата мен достары Ян Кумидің олар үшін өз жұмысын қауіпке тіккеніне таң қалады. Оған қиындық туғызғысы келмеген Рата бұл мәселені біржолата шешуге бел буады. Достары оны мұндай қауіпті адамдарға қарсы шықпауға үгіттейді. Бірақ Рата бәрібір кетіп қалады. Кейін Ян Куми мен Одагири сыныпқа келіп, Ратаның банданы іздеп кеткенін біледі. Ян Куми оқушыларының оны тоқтатпай, жалғыз жібергеніне ренжіп, оларды сөгіп, Ратаны іздеп шығады. Осы уақытта Одагири жігіттерге, егер олар Ратаның шынайы достары болса, оның жанында болулары керектігін айтып, беттеріне басады. Келесі көріністе Рата Қарабас тобының жасырын базасына жетеді. Ол оларға мектепке жоламауын ескертіп, олардың басшысына жекпе-жекке шығуды ұсынады. Алайда басшысы одан бас тартып, бүкіл топ Ратаға жабылып кетеді. Сол сәтте кенеттен ғимарат сілкініп, қабырғасы құлап, үлкен саңылау пайда болады. Осы тесіктен Ян Куми кіріп келеді, топтан оқушысын босатуды талап етеді. Топ енді оған жабылып, бірақ Ян Куми оларға бір-бірлеп соққы бере бастайды. Ол бәрібір олардың санына төтеп бере алмай қалады. Бірақ үміт үзілген сәтте Одагири келіп, оған көмектеседі. Екеуі бірігіп топты жеңіп, қуып жібереді. Дәл осы сәтте Ратаның достары да келіп жетіп, Ян Кумиден көмек көрсеткені үшін алғыс білдіреді. Рата таңырқап, жай ғана мұғалім қалайша осылай төбелесе алады деп сұрайды. Ян Куми оған оқушылары үшін күрескенін айтады. Келесі күні таңертең Рата Ян Кумиге құрметпен қарай бастайды. Ал достары оған сәлем беріп, амандасады. Мұны көрген Ян Куми қатты қуанады. Ақырында олар оның еңбегін бағалай бастаған еді. Кейін мектепке бірнеше полицейлер келеді. Бұл Ян Кумиді шошытып жібереді. Ол бұл келулерінің түнгі төбелеске байланысты деп ойлайды. Бірақ олар Ран Казума есімді оқушының есірткі саудасына қатысы болуы мүмкін екенін хабарлайды. Мұғалімдер бұл мүмкін емес дейді. Себебі Казума өте жақсы оқушы. Алайда полицейлер қылмыс орнынан оның әмияны табылғанын және ол түннен бері жоғалып кеткенін айтады. Полиция кетер алдында мұғалімдерден Казума туралы қандай да бір ақпарат болса, оларға хабар беруді сұрайды. Кейінірек Ян Куми Казуманың есірткіге қатысы бар екеніне сене алмайды. Және бұл жерде басқа бір себеп бар екеніне сенімді болады. Сондықтан ол полициядан бұрын оны тауып алуға бел буып, жолға шығады. Іздестіріп жүргенде оған бір топ адам жолығады, олар Казуманың достары екен. Және олар да оны іздеп жүргенін айтады. Олар әр түрлі топқа бөлініп, оны күні бойы іздейді. Бірақ еш нәтиже шықпайды. Келесі көріністе жарақат алған Казума Ян Кумиден қоңырау алады. Алайда біраз ойланып, ол қоңырауға жауап бермеуді шешеді. Сол кезде ол полицей көлігін байқап қалып, көпірдің астына жасырынады. Сол кеште Одагири кетіп бара жатып, бір сыныптан дауыс естиді. Тексеріп қараса, Казума сол жерде тығылып отыр екен. Көп ұзамай Ян Куми мен басқа оқушылар да келеді. Ол Казумадан неге қоңырауға жауап бермегенін сұрайды. Казума болса оны қиын жағдайға қалдырғысы келмегенін айтады. Сосын ол жуырда бір жүкті тасымалдау жұмысын тапқанын, бірақ ішінде не бар екенін білмегенін түсіндіреді. Кеше түнде ол байқаусызда пакетті түсіріп алып, оның ішінде есірткі барын көрген. Ол қатты қорқып, жұмыстан бас тартқысы келген. Бірақ әлгі адамдар оны сабай бастайды. Тек полиция келген кезде ғана кетеді. Казума сол жерден қашып үлгереді, бірақ әмиянын тастап кеткен. Осы әңгімені естіген Ян Куми одан неге мұндай жұмыс істегенін сұрайды. Казума қарындасын асырау үшін ақша табуы қажет болғанын айтады. Ян Куми оған бұл оның кінәсі емес екенін айтып, жұбатады. Сосын Казума мен достарына сол түні өз үйінде тұруға рұқсат береді. Кейін үйге келген соң Ян Куми өз адамдарынан бұл есірткі саудасының артында кім тұрғанын анықтауды бұйырады. Көп ұзамай олар бұл істің артында Кентаро Куросе тұрғанын анықтайды. Ол тек бай ғана емес, өте ықпалды адам. Сондықтан оны әшкерелеу оңай емес. Оны естіген Ян Куми ашуланып, Кентароның қылмыстарын халыққа жариялайтынына ант етеді. Алайда сол сәтте Казума мен достары бұл әңгімені естіп қояды. Және Ян Кумиді қиындыққа қалдырмас үшін бұл мәселені өздері шешпек болады. Келесі күні Казума мен достары Кентароның штаб пәтеріне барып, айғақ іздейді. Сол уақытта Ян Куми мен Одагири де сол жаққа жол тартып келе жатады. Олар келгенде журналистер Кентароның сайлауалды материалдарын дайындап жатқанын көреді. Кейін Ян Куми мен Одагири Кентароның кеңсесіне кіруге тырысады. Сол уақытта Казума мен достары ішінде есірткі салынған жәшіктер толы бөлмені табады. Алайда кенет Кентароның адамдары келіп, оларды байқап қалады. Олар тапанша алып, Казума мен достарына оқ атпақ болады. Бірақ дәл сол сәтте Ян Куми келіп, олардың барлығын жеңіп тастайды. Осы кезде Кентаро тікелей эфирде қала
алғашын уәделер айтып, губернаторлыққа үміткер ретінде сөз сөйлеп жатады. Ол әлі сөйлеп жатқанда Ян Куми сахнаға көтеріліп, оның барлық қылмысын жария етеді. Сол сәтте оның оқушылары сахна артына шығып, Кентаро есірткіні сақтайтын орынды көрсетеді. Мұны көрген Кентароның жақтастары қорқып, бірден тарап кетеді. Кентаро ашуға мініп, адамдарын Ян Кумиді сабауға бұйырады. Бұл уақытта арнайы жасақ ғимараттың сыртына жетіп үлгерген еді. Рита мен оның достары да келмек болғанымен, билік оларды ішке кіргізбейді. Соған қарамастан, Ян Куми Кентароның барлық адамдарын жеңіп шығады. Кентаро соңында оған тапанша кезеп, өмірін құртып жібергенін айыптайды. Ян Куми оған берілуге кеңес беріп, қайта өмір бастауға болатынын түсіндіреді. Ұзақ әңгімеден кейін Кентаро беріледі. Көп ұзамай арнайы жасақ ғимаратқа кіріп, оны тұтқындайды. Бірақ Ян Куми оларға оқ атпауын сұрайды. Себебі ол өзі берілгенін айтады. Ақырында Кентаро полицияға ұсталып, бүкіл ел Ян Кумидің батылдығына таң қалады. Келесі күні Ян Куми нағыз жұлдызға айналады. Тіпті мектеп директоры мен мұғалімдер де оның батырлығына таңырқап, мақтай бастайды. Кейін сабақ кезінде ол оқушыларды далаға қалбыр теп ойнауға шақырады. Алғашында бәрі үнсіз тұрады. Бірақ Рита оларды көндірген соң, бәрі қосылады. Көп ұзамай, олар Ян Кумимен бірге шаттана жүгіріп ойнап, фильм осымен аяқталады.